Түзде мырзаң, үйде сырдаң. Көрсе қызар күнде асық дуаналық. Қулықта бір дерт. Өзі жат елде қайыршылық құрып жүріп, елін бай деп мақтайтындар, құдай қарғағандар. Бақастық күншілдікті зорайтып, адамшылықты азайтады. Ішсем, жесем, ұйықтасам тән құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен жан құмары. Құмарлық нәпсі құлы. Өзіңде бармен көзге ұрып, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға. Қиыны бұл дүниенің қолы тарлық. Тұрлаусыздың қолынан түк келмейді. Күндестік шырық бұзады. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз. Бірлік малға сатылса, ан тұрғандықтың басы осы. Уайым қайғының ішіне кіріп алып, шығар есін таба алмай қамалып қалу ан тұрғандық. Жинақылықтың түбі кеніш. Қайратсыз қорқақ кісі мақтаншақ келеді. Өсек тасып құмардан шығатындар болады. Адам ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылық жоқтығынан азады. Тірі адамның жүректен аяулы жері бар ма? Рақымдылық, мейірбандылық. Әр түрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса игі еді демек, бұлар жүрексі. Асықтық та жүрексі. Абай Құнанбайұлы.